Алманың пайдасы. Алманың артықшылығы дәрумендер, минералдардың бай мазмұнына негізделген және де келесідей: жүрек қан тамырлық жүйесін нығайту, жүрек өт қабы және де көз ауруларының алдын алу, холестерин деңгейін төмендету, қан тамырларын нығайту, асқазан ішек жолдарының жұмысын қалыпқа келтіру, тәбетті ынталандыру, көру сезімінің жоғарылауы, ми жасушаларының регенерациясы және де иммунитетті нығайту, бауыр жасушаларының регенерациясы, токсиндер мен токсиндерді жою, гемоглобин деңгейінің жоғарылауы. Денеге пайдалы әсердің тізімі шынымен де өте ұзақ, сондықтан кейбір аурулар мен адам денсаулығының аспектілері егжей-тегжейлі сипаттаманы талап етеді. Әйелдер үшін пайдасы. Әйел денесі үшін қадірлі жемістер келесідей пайдаларды әкеледі: шаш пен тырнақты нығайту, терінің сыртқы түрін және де оның денсаулығын жақсарту, сүйек тінін қалпына келтіру, қосымша фунттан арылуға көмектесу, жүйке жүйесін қалыпқа келтіру, сүт безі мен жатыр қатерлі ісігінің алдын алуға көмектеседі. Ерлер үшін алма ер адамдарға да пайдалы. Олардың келесі оң әсерлері бар. Олар сүйектер мен жүйке жүйесін нығайтады, қан құрамын жақсартады, жүрек ауруының қаупін азайту, физикалық белсенділік пен төзімділікті арттыру және де астманың даму қаупін азайту, ерлердің потенциалын қолдау және де ерлер гормондарының деңгейін қалпына келтіру. Және де сонымен қатар жүктілік кезінде де көмегі бар. Жүкті әйелдер міндетті түрде алма жеу керек. Дәмді жемістер ас қорытуды қалыпқа келтіруге, ана мен баланың денесін пайдалы заттармен қанықтыруға, ұрықтың дұрыс қалыптасуына, анемияның алдын алуға, шаш, тырнақ пен сүйектерді нығайтуға, жүйке жүйесін тыныштандыруға және де стресстен сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар алма бұл тістің бұзылуының алдын алу. Дәрігерлер фруктозамен аз қаныққан, сонымен қатар аллергенді емес жасыл сорттарды таңдауға кеңес береді. Сарапшылар негізгі тамақтанудан 30 минут бұрын күніне 4 орташа алма жеуге кеңес береді. Мұндай жемістер тек анаға зиян тигізбейді. Сонымен қатар оған бала көтеру кезеңінде туындайтын мәселелерді шешуге көмектеседі. Балаларға арналған кез келген ана нәрестені дүниеге келген күннен бастап оның денсаулығын жақсартуға тырысады. Кәдімгі алма бұл процесте жақсы көмекші бола алады. Оның өсіп келе жатқан ағзаға тигізетін пайдасы баға жетпес. Алма бұл 6 айдан бастап ересек тамақтануға ауысқан кезде балаға таныстырылатын алғашқы жемістер. Олар нәрестелер үшін келесі жеңілдіктерді ұсынады: иммундық жүйені нығайту, анемиядан сақтау және де түзетуге көмектеседі. Ең бастысы тістің сау өсуі, маңызды минералдармен және де микроэлементтермен қанықтыру, ас қорытуды жақсартуға көмектесу, сүйек қаңқасын нығайту және де баланың денесінен зиянды заттарды алып тастаңыз. Ішек биофлорасын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Нәрестелердегі тыныш ұйқының мәселелерін жою, қант деңгейінің төмендеуі. Бірақ жаралы колит, гастрит және де асқазан жарасы бар балаларға жемістерді әсіресе өткір кезеңде тұтынуға тыйым салу керек екенін ұмытпаңыз. Сондай-ақ сіз балаңыз жемісті жеп болғаннан кейін тісіңізді жууға болмайды. Бұл алманың тіс эмалін жұмсарта алатындығына байланысты. Ал тістеріңізді тазалау оның зақымдануының 2 есе қаупін тудырады. Балаға оңтайлы күнделікті жәрдемақы 2 алманы пайдалану болып саналады. Артаған кезде алма жеуге болады ма? Көптеген адамдар алма диетасы туралы естіген. Диетологтар алманың тез және де сау салмақ жоғалтуға көмектеседі деп санайды. Ол қосымша фондпен күресіп қана қоймай, зиян келтірмей денені пайдалы заттармен қанықтыра алады. Сарапшылар артық салмақпен күресу процесінде диетаға отыру маңызды емес, калориясы жоғары тағамдардан бас тарту және де күнделікті рационға жасыл алманың 2 немесе 4 жемісін қосу маңызды деп санайды. Олар ас қорытуды қалыпқа келтіруге және де ағзаның жалпы күйін күтуге көмектеседі. Оны қоректік заттармен қанықтырады.